Балалар, бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы 13-15 ғасырдағы Қазақстанның мәдениеті. Зерттеу сұрағымыз 13-15 ғасырдағы өнер мен әдебиет орта ғасырлық қоғамда қалай бейнелейді? Дәптерімізді ашып, жаңа тақырыпты жазып алайық. Кітабымызда 44-ші параграф. Оқу мақсатымыз балалар, күй аңыз эпостық жылдардың тарихи дерек көзі ретіндегі маңыздылығын айқындау. Тақырып жазып алдық па? Жақсы, назарымызды бері бұрайық, кішігірім бейнеролик тамашалап алайық балалар. Жақсы, бейнеролик тамашалап шықса. Осы бейнероликте қандай тұлғаның есімі аталды балалар? Ал Ислам. Қарға бойлы қас туған. Қас туған жырау, иә? Жақсы, осы бейнероликте тамашалап шықса, көз алдымызға не елестеді балалар? Ойымызға не келді? Ал Ислам. Қазақ даласы. Жақсы, тағы да. Және? Автордың өзінің туған жері. Иә, автордың өзінің туған жеріне арнап шығарған жыр екен. Яғни қас туған жыраудың бейден жыр екен балалар, бұл тамашалағанымыз. Жақсы, бүгінгі жаңа сабағымызға қатысты жаңа термин сөздермен танысып түртіп алайық балалар. Күй, аңыз, шежіре және жыр дастан. Тез-тез түртіп алайық дәптерімізге. Күй, музыкалық жанр, қазақ халқының аспаптық пьесасы, аңыз, ауызша жазбаша түрде болуы мүмкін оқиға, шежіре халықтың шығу тегі туралы баяндайтын тарих ғылымының бір тармағы, жыр дастан, негізгі мағынасында өлеңмен баяндалатын жырлап айтатын үлкен уақиғалы поэзиялық шығарма екен. Таныстық па балалар? Жақсы. Келесі, осы 13-15 ғасыр кезеңінде біз қандай мемлекеттердің тарихымен танысып едік балалар? Ерасыл? Ноғай ордасы, Әбілхайыр хандығы, Ақ орда және Алтын орда. Алтын орда және де біз енді бастаймыз қазақ хандығының тарихын, жақсы. Енді Аружан, 13-15 ғасырларда дүниеге келген қандай күйлерді біледі екенбіз? Ескендір Жошықханның жортуы, Асап Қуан Жошықхан, Ері Айрылған Сағыныш. Сағыныш күйлері. Әділет, осы кезеңде өмір сүрген аңыз жыраулар? Кетбұға, Қотан, Сыпыры, Асан Қайғы, жақсы. Бағдәулет, осы кезеңде дүниеге келген эпостық жыр ертегілер? Құламерген, Жоямерген, Ертүстік, Керқұлатты Кендебай, Қобыланды Батыр, Қамбар Батыр, Еркөкше, Қарабек Батыр. Жақсы балалар. Таныстық па? Осы кезеңде дүниеге келген эпостық жыр және де аңыз жыраулар екен, иә? Жақсы. Олай болса балалар, алдымыздағы қосымша дерекпен танысайықшы балалар. 1 минут уақыт қосымша дерек алдыларға қойғанын 1 минут уақытта танысып шығайық. Бірінші топ бізде Асап Қуан Жошықхан күйі, екінші топ Асан Қайғы, үшінші топ 13-15 ғасырдағы эпостық жырлар. Таныс болғанымыз бар ма?
эпостықта болды ма? Жақсы. Үшіншісі, сендерден бастайық. 13-15 ғасырдағы эпостық жырлар. 13-15 ғасырлардағы эпостық жырларға көбінесе жоя берген, ер төстік, Керқұлат немесе Қамбар батыр, Қобыланды батыр, Қарабай батыр және тағы басқа эпостық жырлар жатады. Оның ішінде Қамбар батыр жырына тоқталатын болсақ, Қамбар батыр жыры қазақтың эпостық жырларының бірі. Оның негізгі мазмұны шет басқыншылардан елді қорғау, осы жолда асқан ерлік көрсеткен ер азаматтардың ерлік істерін көрсету. Қобыланды батырдың 29 нұсқасы бар және оның 26 нұсқасы Қобыланды батырдың ерліктері жайлы. Ал тағы Қамбар батыр жырына тоқталатын болсақ, оның мазмұны ертеде туып, қазақ арасында кең таралған жырлардың бірі болып табылады. Қазіргі кезге дейінгі уақытқа оның 10-15 нұсқасы ғана сақталған. Аңызға сүйенсек, оның сюжеті ноғайлы замандарда өтіп жатыр. Оның негізгі тақырыбы ел бірлігі, жауға қыз бермеу болса, идеясы елді қорғау. Жақсы. Түсінікті ма? Бірінші топ. Жақсы, отыра ғой, рахмет. Екінші топ. Асан Қайғы туралы не айта аламыз? Асан Қайғы Сәмиті 14-ші ғасырда ғұмыр кешкен. Алтын Орда қазақтың данышпан ақылгөй жырауы, өз дәуірінің абызы, бас биі, дала философы. Осындай ойшыл ер қамын деп қайғы қасірет көрген. Асан атына кейін қайғы сөзі қосылып аңыз алып кеткен. Жақсы. Жалпы Асан Қайғының жергілікті іздеу туралы аңызының мәні не? Жауап береді, талбауына. Асан Қайғы жаңа өркендеп келе жатқан қазақ халқына жайлы әрі керемет қоныс іздеді. Яғни жаңадан қалыптасып келе жатқан қазақ хандығына жайлы қоныс, жайлы өлкені іздеуді арман мақсат етті. Жақсы. Бірінші топ. Ақсақовтан Жошыхан күйінің тарихына қысқаша тоқталайықшы. Қазақ тарихында кет туған есімі Қабырғалы би, Ержүрек батыр және де күй атасы болып ретінде белгілі. Әйгілі Ақсақ Құлан Жошыхан күйінің авторы болып келеді. Ақсақ Құлан Жошыхан күйінің бірнеше нұсқасы бар. Бұл Ақсақ Құлан Жошыхан күйінде Кетбұға күйші Шыңғыс ханға өзінің жошы баласының өлгенін жеткізу болды. Және де Кетбұға күйші жошы ханның өлгенін өзінің домбырасы және де күйі арқылы жеткізді. Және де халықты қорғады. Себебі Шыңғыс хан кім менің баламның өлімін маған жариялайды, соның көмегіне қорғасын қойылады деген болады. Қаһарды қорқытқан болатын, яғни Кетбұға өзінің домбыра көрсеткен күй арқылы сол кезеңдегі адамдарды Шыңғыс ханның қаһарынан қорғай білді, күйінің құдіретін көрсете білді. Жақсы балалар, жақсы және рахмет, отыра ғой. Енді осы кезеңде балалар эпостық жырлардың, аңыздардың негізгі мән мазмұны қандай болды? Кері байланыс жасайықшы балалар, қысқаша. Қандай тақырыптарды бейнеледі? 13-15 ғасырлардағы эпостық жырлар, аңыздар. Сол замандағы бізге мемлекеттердің дамуын, сол кездегі күй мен эпостық жырлардың қандай маңызда болған, жыраулардың қандай маңызда болған, сол кездегі сол уақыттағы ел тұрмысын және олардың жағдайларын және биліктердің қаншалықты мықты және қаншалықты маңызды болғанын көрсете білген. Тағы да қандай тақырыптар арналды? Елді шетел басқыншыларынан қорғау, бөтен елге, бөтен тайпаларға қыз бермеу, жайлы қоныс іздеу Асан Қайғының аңызы, яғни 13-15 ғасырлардағы негізгі эпостық жырлардың, аңыздардың негізгі тақырыптары түсінікті болды ма балалар? Иә. Жақсы.